Так, олай болса, сабағымыз бастайық. Бізде бүгін жаңа тақырып геометриялық прогрессия. Дауысты өшіре тұрыңыздар барлықтарыңыз. Так, сонымен, жалпы геометриялық прогрессия дегеніміз не? Біз сіздермен уже арифметика прогрессияны өттік қой. Ол кезде сандар тізбектеліп тұратын, сол тізбектегі сандар белгілі бір мөлшерге ғана несеп отырады, өсіп отырады, немесе кеміп отыратын. Геометриялық прогрессияда дәл сондай логика, бірақ уже ояқта әшейін қосылып азайтылмайды, еселеніп, бөлініп отырады. Түсінікті ғой? Так, кеттік бірден негізгі формулаларға өтейік. Сонымен, бізде қазір мына екі негізгі формула бар. Бірінші формула n-ші мүшені табу дейді. Vn тең v1 көбейтілген q-дің n-1 дәрежесі. Так, мысалға, мына жер қараңыздар, 5-ші мүшені қалай жазады? Мысалы, біз арифметика прогрессияда 5-ші мүшені қалай жазып едік? a5 тең a1 қосылған 5-тен 1-ді азайтып 4d деп жазып едік қой. Енді геометриялықта қалай? v5 дейміз да, соны v1 арқылы өрнектесек, 5-тен 1-ді азайтсақ неше болады? 4 шығады ғой. Сонда q-дің 4 дәрежесі болады. Түсінікті ма логикасы қандай? Тура арифметика прогрессия секілді. Келесі, мысалы, v10-ші мүше. Оны v1 арқылы өрнектесек, 10-нан 1-ді азайтамда, сонда q-дің 9 дәрежесі болады. Дәл осындай, мысалы, v16-ны v1 арқылы өрнектесек, v16 тең v1, и 16-дан 1-ді азайтсақ, q-дің 15 дәрежесі болады. Осы бір моменттегі сұрақ бар ма, жоқ па? Жоқ. Барлығына түсінікті ғой? V16-ға қосып кеттің ғой? V16 деген жай мысал өзім беріп отырмын. Так, енді мысал есеп қарастырайық. Бізде бірінші мүше v1 3-ке тең q. Q дегеніміз бізде не, кім біледі? Қалай аталады? Еселігі. Еселік. Q деген еселігі. Сонда еселігі біз 2-ке тең, и табу керек v6, 6-шы мүшені табу керек. Енді қараңыздар, бізде жаңа формула бар ғой, vn тең v1 көбейтілген q-дің n-1 дәрежесі деген. Тура осыған салсақ, менде 6-шы мүшені табу керек қой, демек n-нің орнына мына жерде апарып мен 6-ны қоямын. Сонда мына жаққа 6-ны қойсам, мына жақта уже не болады? 6 минус 1, ол бізде неге тең? 5-ке тең. Сонда v6 тең v1 көбейтілген q-дің 5 дәрежесі. Или просто формулаға салмай логикамен v6-ны v1 арқылы өрнектейміз, 6-дан 1-ді азайтса 5 шығады, сонда q-дің 5 дәрежесі. Мына жақта орнына қоя саламыз, v1 бізде 3-ке тең, сонда 3 көбейтілген q 2-ке тең, 2-ның 5 дәрежесі. Мына жақта көбісі қателеседі, 3-ті 2-ке бірінші көбейтіп қояды, онда емес, бірінші дәреже орындалады. 2-ның 5 дәрежесі бізде 32-ні береді, 32-ні 3-ке көбейтсе 96 шығады. Демек 6-шы мүше бізде 96-ға тең. Осы мысал есеп түсінікті ма сіздерге? Аға, түсінікті. Хорошо, енді келесі. Осы формуланың сәл дамыған түрі. Мысалы, біз наяқта 5-ші және 10-ші мүшені мысалда v1 арқылы өрнектедік қой. Дәл осы мүшелерді біз мүлдем басқа мүшелермен өрнектесе болады. Енді ол формуланы қалай берген? vn тең vk көбейту q-дің n-к дәрежесі. То есть, мысал дейді да, сіздерде 5-ші мүшені түрлендіру керек. Не арқылы? v2 арқылы. Сонда v5 тең v2 көбейту уже q-дің неше дәрежесі болды? 3 дәрежесі. Ол қалай шығып отыр? Мына 5-тен тұрған индекстан мен 5-тен азайтамын 2-ні. 5-тен 2-ні аса, сонда бізде не шығады? 3 шығады. Дәл осылай, например, v10-ды v4 арқылы өрнектесек, астында тұрған 10-нан азайтамын 4-ті. 10-нан 4-ті асақ бізде 6 шығады. Сонда v10 тең v4 көбейту q-дің 6 дәрежесі. Мына нәрсе бізде арифметика прогрессияда бар еді ғой, естеріңізде болсын. Арифметикалықта, мысалы, біз қалай a12-ні, например, мен a5 арқылы өрнектегім келсе, қосылған 12-ден 5 аламыз, 7d деп жазып қой. Дәл осылай, мысалға, v16-ны мен v8 арқылы өрнектегім келеді. Сонда v8 деймді, 16-тан 8 аса, q-дің 8 дәрежесі болады. Осы момент түсінікті ма? Дегенде сонда? Ау? К дегенде сонда? К деген бірден басқа сандар деген сөз ғой сонда. Түсінікті ма? Мысалы, бірінші формулада тек қана бірінші мүшені қолдандық қой біз, дұрыс па? Ал ВК-да любой мүшені қолдана бересіздер. Хоть 2, 3, 4, в общем, кете береді. То есть бұл формула өзгере береді деген сөз ғой. Түсінікті ма? Так, енді, мысал есеп, үшінші мүше бізде 64-ке тең,
q то есть еселік 2-ден 1-ге тең. Бесінші мүшені табу керек. Мына формула саламыз, сонда бесінші мүшені мен не арқылы өрнектеймін? Үшінші мүше арқылы. Сонда v3 деп жазамын. И q-дің неше дәрежесі болады? 5-тен азайтамын 3-ті. Сонда q-дің дәрежесі болады. Мына астында жазылыпты. Орнына сандарды қоя саламыз. Сонда v3-дің орнына 64, q-дің орнына 2-ден 1. И 2-ден 1-дің квадраты болады. 2-ден 1-дің квадраты бізде 4-тен 1-ді береді. 64 пен 4 қысқарады да, сонда жауабы 16 шығады. Сонда 5-ші мүше бізде 16-ға тең. Так, сонда геометрия прогрессияда n-ші мүшені осындай жолмен табады. Сұрақ бар ма? Так, сұрақ болмаса, келесі бетке өтейін. Так, не дейді мына жерде? Егер бізде тізбек берілсе дейді, например, v1, v2, v3, бұл бізде геометриялық тізбек. Ортаңғы мүшені табудың өзінің жеке формуласы бар. Мысалға, арифметикалық прогрессияда естеріңізде болса, мысалға, яқта a1, a2 и a3 болсын. Кете береді осылайын. Ортадағы мүшені a2-ні табу үшін мен екі шетіндегі мүшені бір-біріне қосып, нешеге бөлуші едім? 2-ге бөлесіз. Бұл зат, бұл формула неге қолданылады? Арифметикалық прогрессияда қолданылады. Ал енді геометриялық прогрессияда біз арифметикалықта екеуін қосып 2-ге бөлеміз ғой. Ал геометриялықта мына екі шеткі мүшені бір-біріне көбейтіп, неге саламыз? Түбірге саламыз. Сонда ортаңғы мүшені, екі шеткі мүшені көбейтіп, түбірге салғанға тең болады. Мысал есеп, геометриялық прогрессияға негізделген тізбек берілген дейді. 3, v2, 75, 375 дейді. v2-ші мүшені тап дейді. То есть екінші мүшені табу керек. 15 шығады. Аха. То есть неменен көбейтті? 15. 375 көбейтеміз. v2-ні тұрған, мына екі мүшені бір-біріне көбейтеміз түбірдің астында. Сонда 3-ті 75-ге көйтсе 225, ол түбірден 15. Сұрақ бар ма? 15 шығады. Жоқ. Осы форманы кейін жиі қолданатын боласыздар есептерде. Так, сонымен сұрақ болмаса, онда келесі формулаға өтейік. Мынаның бәрін жазып алып отырыңыздар, қазір есеп шығарғанда қолданасыздар. Жазып отырмыз. Жақсы. Так, енді тура арифметика прогрессиядағыдай біз n-ші мүшенің қосындысын табушы едік, дұрыс па? Ол формула қандай еді? Кімнің есінде? Арифметика прогрессияда. A1 қосу AN көбейтілген N. Көбейту n, осы ғой. Так, енді геометриялық прогрессияда қалай? Sn тең v1 көбейтілген 1 минус q-дің n дәрежесі. И бөлінген 1 минус q. Бұл жерде енді формуланы жаттау керек. Жаттамасаңыздар, уже есеп шығармай қаласыздар. Мысал есеп. Бірінші мүше бізде 5-ке тең, еселігі 2-ке тең. Потом алғашқы 5 мүшесінің қосындысын тапсын деген. То есть осы формуға салатын болсақ, мына жерде тұрған n-ның орнына біз апарып нені қоямыз? 5-ті қоямыз, иә? 5-ті апарып қойсақ, сонда s5 тең v1 көбейтілген 1 минус q-дің, наяқта уже n емес, неше дәрежесі болады? 5 дәрежесі болады. Наяқта 5 дәрежесі болады. И мынаяқта берілген сандардың барлығын орнына қойып шығамыз. v1-дің орнына 5-ті қоямыз, қойдық мынаяққа. q-дің орнына 2-ні, сонда 1 минус 2-ның 5 дәрежесі болады. Астында 1 минус 2. 1-ден 2-ні аса минус 1, үстінде 2-ның 5 дәрежесін бірінші есептеп аласыздар, ол 32-ні береді. 1-ден 32-ні азайтса, минус 31. Потом минус 31-ді 5-ке көбейтсек, не шығады? Минус 155. Минус пен минус бөлген кезде плюс береді. Сонда жауабы 155 шығады. Сонда алғашқы 5 мүшесінің қосындысы 155-ке тең. Сұрақ бар ма? Бұл геометриялық прогрессияда минустан шыға бере ма? Геометриялық прогрессияда ол тізбектегі мүшелерге байланысты. Мысалы, кейде мынандай болып қалады да, тізбектегі бірінші мүше оң сан болып қалады, екінші мүше теріс сан болып қалуы мүмкін. И осылай реттілікпен кете береді. Түсінікті ма? Онда еселігі теріс сан ғой, ағай? Есепте нақты айтады, геометриялық оң тізбек деп айтады. Егер геометриялық оң тізбек десе, онда q-дің мәні сіздерде явно оң сан болу керек деген сөз. Түсінікті ма? Ал егер де геометриялық теріс тізбек десе, онда q-дің мәні теріс мәні беру керек. Өз есепте негіз нақтылайды ондай жағдайда. Нақтыламаса, онда сіздерде екі жауап шығуы мүмкін деген сөз. Түсінікті ма?
Аха. Я формуланы беремін жекеленіп или әр есепке өзінің жеке формуласы болу. Қалай дейді тағы бір рет? Әр есептің өзінің жеке формуласы болу ма или нақты бір формула? Жоқ, мен қазір көрсетіп отқан бұл нақты формулалар. Егер де есепте геометриялық прогрессия деген сөзді қолданса, онда мына осы алдында көрсетілген 3 слайдтағы формулаларды қолданасыздар. Түсінікті ме? Aynen aldığını bekliyoruz caz bozmuş. Normal. Aha. Tübürge sağlayıcı caz bozmuş. Soldan ötüyoruz. Все, так. Келесі формулаға өтейік онда. Так, шексіз кемелі геометриялық прогрессиядағы алғашқы n мүшесінің қосындысы. То есть қараңыздар, геометриялық прогрессияда қосындыны табудың екі формуласы бар. Ең бірінші формулада біз Sn деп жазғанбыз неяқта, дұрыс па? Не, Sn деп тұр. То есть бұл жерде определенный тізбектегі сандар болады, солардың қосындысын сұрайды. Ал мына жерде не дейді? Шексіз кемімелі деген сөз бар. Шексіз деген сөзі мағына түсінікті ғой. То есть сіздерде тізбектегі сандар бар ғой, олар шексіз кете береді деген сөз. Ал кемімелі деген сөз, тізбектегі сандар сіздер постепенно не істейді? Кеми береді. То есть мысалы былайда, бірінші тізбектегі сан, допустим, мына жақта 64 болса, 64-ті 2-ге бөлсе неше болады? 32. Потом тағы да кемітем 2 есе. 32-ні 2-ге бөлсе? 16 тағы 2 есе. 8, 4, 2, 1, 2-ден 1, 4-ден 1. И осы шексіз кете береді. Түсінікті ма? И кейде былай сұрайды да сіздерден. Міне осы тізбектегі барлық сандардың қосындысы нешеге тең дейді. И қараңыздар, тізбек шексіз кеміп кетіп бара жатыр, бірақ мына сандардың қосындысы определенный бір мәнді береді. Ол кезде мынау формуланы қолданыстыр. S тең V1 бөлінген 1 минус Q деген. Мысалға, осы тізбек үшін да осы форманы қалай қолданады? Бізде мысалы V1 нешеге тең болып тұр қазір? 64. V1 64-ке тең. Енді қараңыздар, еселікті қалай табады? Еселікті, Q-ді. V2-ні V1-ға бөледі. Дұрыс, екінші мүшені алып, бірінші мүшеге бөлеміз. Бізде екінші мүше 32-ке тең ғой. Соны бөлеміз 64-ке. 32-ні 64-ке бөлсе не шығады? 0. 0,5 шығады. Енді қараңыздар, 64, 32, 16, 8, в общем, кете береді шексіз. Осы бүкіл санның қосындысын табу үшін мен S тең деймін да мына формулаға саламын. Сонда мен аламда 64-ті бөлемін. 1 минус 0,5 аха. 1-ден 0,5 таса 0,5 шығады. 64-ті 0,5-ке бөлсе, жауабы 128 шығады. Демек, мына сандардың барлығын шексіз бар қосып шығамыз, дұрыс па? Барлығын қосқан кезде бізде 28 шығады деген сөз. Түсінікті ме мына форманы қалай қолданатын? Аха. Ең басты бұл форманы қай кезде қолданады, соны білу керек. Так, енді мысал есепке көшейік. Егер де шексіз кеммелі геометриялық прогрессияда бірінші мүше 30-ға, еселік 2-ден 1-ге тең екені белгілі болса, онда олардың қосындысы нешеге тең? Тура жаңа формула саламыз. V1-дің орнына 30-ды қоям, Q-дің орнына 2-ден 1-ді қоям. 1-ден 2-ден 1-ді азайтамыз, 2-ден 1, 30-ды 2-ден 1-ге бөлсе, жауабы 60 шығады. Түсінікті ма? Ешкімде сұрақ жоқ па мынау формула бойынша? Жоқ. Ayağını tübürası Q kişi birden деген қалай түссе болады? Ол турасты емес. Ол тубырасы емес ол. Кеме үшін бірден аз болу керек қой. Бірақ минус болмау керек. Қараңыздар, модуль Q кіші бірден бұл жалпы мағынасы не? Мысалы сіздерде кейде еселікші оң сан емес теріс сан шығып қалуы мүмкін ғой. Мысалы минус, скажем, 2-ден 1 деген секілді. Осы минус 2-ден 1-ді модульға алып көресіздер да. Модульдан минус 2-ден 1 не болып шығады? 2-ден 10 сан 2-ден 1. Енді тексересіздер, 2-ден 1 деген 1-ден жалпы кіші ма? Кіші ғой. Кіші. Осы шарт орындалса, онда сіздер мына форманы қолдана аласыздар деген сөз. Неге басқа жағдайда қолдануға болмайды? Өздеріңіз ойлаңыздаршы, қараңыздар. Мысалға, Q-дің мәні бізде, скажем, минус 2 болсын, Минус 2-ні қазір модульдің ішіне салсам, 2 шығады. 2 бірден кіші ма?
кіші Ол кезде уже кемемері не болмай қалады, иә? бұл жерде кеміп отқан жоқ қой сан, түсінікті ма? Шексіз. Q 2-ге тең деген сөз сіздің мына тізбектегі сонда кеміп сандарыңыз жатқан уже кезде, иә? еселеніп өсіп отыр деген сөз, ол кеміп жатқан жоқ деген сөз, түсінікті ма? А тізбектегі сандар кему үшін сіздерде еселік бірден кіші болу керек. Мына мағынасы түсінікті ма осы шарттың? түсіндік. Иә. Все, жақсы сонда. Так, дальше өтейік. Енді есептерді бастайық, ә? Қазір мына есепке 1 минут берем. Даже 1 минут емес, 30 секунд жететін шығар. Қазір өздеріңіз шарып көріңіздер, потом өзім көрсетем, хорошо? Все, бастаймыз. -1 ма? -1 бола ма? Иә, -1 бол. Так, уақыт бітті. Минус бір, Жауап не минус болды? бір. Минус. -1. Так, кеттік ал, көрейік. Геометрия прогрессияның бірінші мүшесі, то есть V1 бізде -32-ге тең. Еселігі Q 0,5-ге тең. Табу керек 6-шы мүшесін, то есть V6. Бірден формула саласылар. V6-ны V1 арқылы түрлендірсем, V1 көбейту Q-дің неше дәрежесі? 5 дәрежесі. 5 дәрежесі. V1-ді не істейміз? -32 деп қоямыз. Көбейтілген Q, то есть 0,5-тің 5 дәрежесі. 5 дәрежесі. 0,5-ің 5 дәрежесі неше болды? 0,10 Көп сандар шығады. мыңнан 3125. 0,5 бөлу 32 деп алуға 0,5 деген болмайды. 2-ден 1 емес пе? Иә. 2-ден 1-дің 5 дәрежесі деген 1 бөлі 32 ғой. Аха. Сонда -32 көбейту 1 бөлінген 32 болады. 32 мен 32 қысқарады, соның жауабы? -1. Оңай болды есеп. Иә. Бұл бізде чисто А деңгейін есебі ғой, жаңағы өткен формуланы бір қайталап өту. Сұрақ бар ма? Жоқ. Так, хорошо. Сұрақ болса, жігіттер, қыздар, ұялмай, қысылмай бірден қоя беріңіздер. Так, онда келесі есепке өтейік, сұрақ болмаса. Так, осы есепке тоже бізде 30 секунд беріледі. Бастаңыздар. Бес. Бес ағай. Жауап 5 шықты ма? Ой, жоқ, қазір айтам. 3645 па? Так, 3645. 3645. Сонымен Иә, 5 емес па сонымен? Жоқ, 5 ол бірінші. Хорошо, онда 5 ысып тастаймын. 3645 болды. Қазақ көріңізші. 3645 дейді. Менде 405 шықты ғой. Давайте тексеріп көрейік онда. Прогрессияның 405 үшінші мүшесі 45-ке тең дейді. То есть V3 V3 бізде 45-ке тең, е? 1215 шықты. Еселігі 3 болса дейді. То есть Q бізде 3-ке тең. Осы прогрессияның 7-ші мүшесін тапсын. То есть V7-ні табу керек. Біз V7-ні не арқылы өрнектесек болады? V3 арқылы. Q-дің 4 дәрежесі. Аха. Q-дің 4 7-ші тасы дәрежесі. Q-дің 4 дәрежесі болады. 405 болмай. Қазір көрейік енді. V3 бізде 45-ке тең, орнына қоямыз. Q бізде 3-ке тең, 3-дің 4 дәрежесі. Бірінші 3-дің 4 дәрежесі нешеге тең болды? 81. 81. 81-ді 45-ке көбейтсе, 3645. демек жауабы 3645. Кім қай жерден қате жіберді түсінбедім. 35 деп жазылmış. Аға, менде бәрі дұрыс шықты. Жақсы. Жаңа Менде де. біреуде мың бір нәрсе шығып жатыр ғой. Қатеңіз таптыңыз ба? Мына жерде не үшін жетінші не болды? Ау? Q-дің Берілген дәрежесі не үшін болды? Екінші формулаға келген Мынақты 7-ші мүшесін тапсын деген ғой. Иә. Демек V7-ні табу керек, дұрыс па? Все. Вот. Басқа сұрақ бар ма? Жоқ.
Хорошо. Есеп әзірге оңай, иә? Так, келесі есеп. Иә. Кеттік, 30 секунд. Екеуін бөле саламыз ба? Бесінші мүшені екінші мүше арқылы түрлендіріңіздер. Потом бөлесіздер. Минус 7 бола ма? Жауабы жоқ. Ағай. Так, Не болып кетті? сіздерде минус 2 шықты ма? Ағай, Сегіз бес болады, шықты ағай. ма? Минус 8 болады. Минус Минус 8 сегіз шығып кетті ағай менде. Минус Минус 8 екі. Так, Минус минус екі. 2 деп отыр тағы. Минус 8. Хорошо, Минус 8. полигонда тексербе. Екінші мүше бізде минус 18-ге тең. Бесінші мүше 144-ге тең. Табу керек. Еселік, то есть Q-ді табу Q-ді. керек. Мен ке былай істеймін. 144-ті 18-ге бөліп жібереміз. V5-ті қазір V2 арқылы өрнектесем. Q-дің неше дәрежесі болады? 3. 3 дәрежесі. V5-дің орнына 144-ті қойдым. V2-ның орнына минус 18-ді қойдым. И Q-дің 3 дәрежесі жазып қоямын. 144-ті потом минус 18-ге не істейміз? Бөлеміз. 144-ті минус 18-ге бөлсе неше болады? 8 шығады, минус 8. Минус 8 шығады да, Минус минус 8 сегіз. кубынасына барады. Аха. Минус Енді 2. минус 8 деген қай санның кубына тең? Минус Минус 2. екі. Аха, Минус сонда екі. Q бізде минус Минус 2 тең. Түсінікті ма? Жаңа минус 8 деп жауап бергендер. Иә. Сындар жауап минус 8 емес, минус Минус 2. 2 болады. Қалай есеп нормально ма? 2. Аха. Иә. Бұл жерде тірегені. Все, жақсы сонда. Келесі есепке өте береміз ғой? Аха. Иә. Кеттік. Так. Тоже 30 секунд жетеді мына есепке. Мұқият есептеңіздер бірақ. Екіден бір ма? 2-ден 1 шықты дейді. Екіден бір. Так, 4,15 тағы ағай. шықты. 2-ден 1. Хорошо. Бір бөлу 2-ден алты ма? 1 шықты. Аха. Так, кеттік, тексеріп көрейік. Екіден бір шықты ағай. 2-ден 1. Так, бірінші мүшені тапсын деген, иә? Бірінші мүше деген бізде V1. Аха. 1. 1. Мен ке былай істеймін. V4-ті не арқылы өрнектесем болады? V1 арқылы, иә? 0,5. Иә. Сонда Q-дің 3 1 дәрежесі бөлінген болады. 2 сол 0. 4-тен 1-ді азайттық, иә? Орнына қоямыз. 54-тен 1 тең V1 көбейтілген 3-тен 1-дің 3 дәрежесі. 3-тен 1-дің 3 дәрежесі неше береді? 27. Сонда V1 27 көбейтілген дұрыс қарады. 27-ден 1 болады. Енді қараңыздар, мына жақта бөлу 27 ар жаққа не болып барады? Бөлу. Бөлу. Сонда көбейту болып барады, иә? 27 көбейту 54-тен 1 болады. 27 мен 54 қысқарады ғой, нада неше қалады? Иә. 2 Екі қалады. Сонда екіден V1 тең болады 2-ден 1-ге. 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 0,15. 0,15 десе болады, иә, басқаша. Иә. Есеп түсінікті ма? Иә. Хорошо. Онда келесі есепке өте берейік, түсінікті болса. Квадратта жүр. Так, мына есепке тоже 30 секунд. Бастаймыз. Он екі шығады ағай. 12, что-то тез шығардыңыздар ғой. 12 шықты. 12 ағай 12. Басқа вариант жоқ па? 12-ден басқа? Жоқ. 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 Хорошо, онда артық уақыт керек емес деп ойлаймын. Қалай шығардыңыздар? 12. Екеуін көбейтіп, түбірді салып кіргізіп жібереміз ғой. Екеуін көбейтіп бірден шартып қой. Аха. То есть V8 бізде V7 мен V9-ның дәл ортасында жатыр ғой. Иә. То есть V8 табу үшін мен тұрамда формулада V7 мен V9 көбейтіп түбірге салып жіберем. 144 шығады ішінен.
3'te 48'ге 144 көбейтсек ол 144 шығады. 144 144 түбі 12 144-тен 12 шығады. Все. Бұл енді оңай есеп болды. Аха. Сұрақ жоқ шығар деп ойлаймын. Аха. Кетті онда, келесі есеп. Тоже 30 секунд. -4 бөлінген шығын. Қандай шықты? Ағай 6 шыға ма? 6. 6 шықты. Басқаларда? Көпсін шықты. Вроде үлкен сан шығу керек, е? Я жаман көп сан шыға. Қосындысы ғой екен, қосындысы ғой. Ойбай, 10 екен бұл. 2046 ма? Минус 2048 шықты. Қандай? Минус Минус 2046 шықты ағай. 2048. Минус теріс сан шықты 2048. ма? Иә. 2046. 2046 шықты ағай. Так, 2040 Алты. 6. Тағы да кімде шықты осы сан? А жоқ, 10 сан ағай. 2048. Так, оң сан болып 2046 кетті. шықты. Хорошо, уақыт 2000 шықты өтті. ағай. Көрейік қазір. Не дейді? Геометрия прогрессияның бірінші мүшесі мен еселігі екеуі де 2-ге тең. То есть V1 бізде 2-ге тең. Q тоже 2-ге тең. И табу керек не дейді? Алғашқы 10 S10. мүшесін қосын. То есть S10. S10 формасы, SN-нің формасы қандай еді? Айтып жіберіңіздерші. SN B1 V1 SM B1 тақта ішінде 1 минус Q N N Q-дің 10 дәрежесі. 1 1 минус Q, азайтылған иә? Q. 1 минус Q. Сонда V1-дің орнына апарып 2-ні қоямын. 1 азайтылған уже 2-нің неше дәрежесі дейміз? Біз нешені табамыз? 10 дәрежесі. 10 Демек мына 10-ды қоямын. И бөлінген 1 минус 2. 2-нің 10 дәрежесі неше болды? 1024. 1024. Сонда 2 1024. көбейтілген 1 азайтылған 1024. Бірде 1024 таса минус. 1023. Минус Минус 1023. 1023-ті 2-ге көбейтсе. 2046 минус 2046. И бөлінген минус 1. Минус пен минус. Минус плюс. Плюс береді де 2046 шығады. Сонда жауабы 2046. 2046. Жана неге минус шығып кетті сіздерде? 6 қаяқтан шықты десең. Мен Минус бірін 12. ағай мен 5 қылып алып қойыппын. То есть Түсінікті. 2 деп. Есеп түсінікті ғой? Әрине. Бұл жерде көп ойланудың қажеті жоқ, просто формула салу керек етін. Так, онда келесі есепке өтейік, сұрақ болмаса. Кеттік, мына есеп. По идее, осыған ұқсас есеп шығарғансыздар сіздер. 30 секунд. Он үш па ағай? 13 шықты менде. 13. 13. Қай шығаратын? 13. Что-то тез шығарып отырсыздар ғой. Жоқ, 13 шықпайды. 13 шықпайды, жоқ. 13 шықпайды деп отыр. Голға салатсыңдар ма? Уақыт бітті. Басқа жауап жоқ па? Менде де 13 шықты тоже. 13 шықты ағай. Хорошо, 13 кетіп көрейік. Қандай форма қолданып отырсыздар? Ана SN формуласы шықпайды. Жоқ, сендерге бұның 8-ші мүшесін деп тұр ғой. Иә. Сендер бұл жақта қосындысын тауып жатсыңдар ғой, 13 деп. Қараңыздар, біз арифметика прогрессияны өткен кезде мен мына нәрсені көрсеткен едім. Мысалға A7-ні табу үшін S арқылы. Мен S7-ден нені азайтушы едім? S6-ны. S6-ны азайтамыз. Дұрыс па? Менде 1,5 шықты солай. Енді V8-ді табу үшін неден нені азайтамыз? S8-ден Азайтамыз S7-ні азайтамыз. S7-ні. Мына түсінікті ма неге ондай болып жатқаны? Иә.
Так, кеттік. S8-ді тауып аламыз бірінші. S8 қалай табамыз? Мына 8-ді қай қапарып қоямын? N-нің орнына. N-нің орнына. орнына. Сонда 3 көбейту 8 қосылған 2 бөлінген 2. Неше болады мұны көбейтіп қосып бөлсек? 13. 13. 13 шығады. Дәл осы 24. S7-ні табамыз. Екіншісіне 11,15 шығады. 11,5. 1,15 шықты. Сонда 21, 11 неше болды? 11 бүтін. 11,5. 11,15. Аха. 1,15. Енді V8 табу үшін осы Азайтамыз. 13-тен азайтамыз 11,15-ті. Сонда жауабы 2,15 шығады онда. 2,15. 1,15. 1,15, е? Бәрі шайсы. Бірінші мен айттым. Иә. Сұрақ бар ма? Жоқ. Өтініш, мына нәрсе Білмеймін, ұмытпаңыздар, шын жиі келеді негізі. Так, сұрақ болмаса онда келесі есепке өтеге рұқсат болсын. Аха. Так, кеттік. Отыз секунд. Жиырма төрт болады ағай. Неше болды? 24 болады. 24 болады. 24 болды. 24. Так, тағы 24 қандай вариант бар? 24. Так, 24. 24 шығады. 24. Хорошо, кеттік. Үшінші мүше V3 бізде 12-ге тең. Бесінші мүше 48-ге тең. Табу керек. V4-ті. Жаңа формула ғой. Бірге Бірде екеуін көбейтіп жібереміз. Көбейткенде неше шықты? 576. 576 бірден 20. 24. Все. Хорошо. Түсіндіңіздер ма деп сұрамай ақ қойын. Просто проверка етін. Кеттік келесі есепке. Қосындыны тапсын деген. Бұған 1 минут берейін енді ойланғанға. Көріңіздер. Төрттен бір ма? Так, 4-тен 1 дейді. Жалпы мына не отқан түсініп ма? 7-тен 4 шықты. 7-тен 4 шықты біреуде. Тағы да? Төрттен бір шығады. Мынау қандай тізбек? Мынау Өспелі ма? Өспелі. бізде санда өсіп жатыр ма не? Бір Квадрат алып жатыр ғой яқта. Ағай минус 3 квадратты алып жатыр ғой. Минус 3? Иә, иә. 4-тің квадраты, 16-тың Мен квадраты. Хорошо. Тағы кімде қандай вариант бар? Басқа жоқ қой? 16 квадрат 6. 4-тен 1 ма ағай? 4-тен 1. Төрттен бір дұрыс қой. Хорошо, Төрттен бір көрсек шығып 4-тен кетті 1 деп отыр екен. Қазір көрейік. Ашын 4 болмай ма? Так, басқа Аға 4 7-тен шығып 4 отыр. болма, 7-тен 4. Хорошо, баси енді. Ағай 7-тен 4 шықты ғой. 7-тен 4 шықты ма? 7-тен 4. Хорошо, кет тексерейік ал. Иә, 7-тен 4. Бұл жерде бірінші мүше нешеге тең? Бірге. Бірге тең. Бізге мына мүшелерді қосқан кезде неше шығады дейді нәтижесінде. И қараңыздар, 3 нүкте не мағына береді? Шексіз. Кемемелі шексіз. Аха, шексіз кетіп бара жатыр. Енді бұның кеміп, кеммей жатқан қалай білеміз? Бастапқы мүшесі 1 болды ғой. Бөлініп атса. Енді Иә. 3 бөлінген 4 деген нешеге тең бізде? 0. Кеміп жатыр 0,75. ғой. То есть санымыз не істеп жатыр? Төмен қарай? Кеміп жатыр, кеміп. Кеміп жатыр. Кеммелі. То есть мынау бізде шексіз, кемімелі прогрессия емес па? Иә. Енді шексіз, кемімелі прогрессия формуласы қандай еді? Айтып беріңіздерші. Б1 Б1 бөлінген 1 минус. 1 минус Бір Q. минус Менде Q. B1 бар ғой уже, дұрыс па? Иә. Маған не табу керек енді? Q'ды. Так, Q'ді жаңа қалай табамыз дедік? Айтамыз. Бірді екі. Ағай 4 шықты. Бірінші мүшені екінші мүшені бөлеміз. Екінші мүшені бірінші мүшеге бөлеміз. Так, қараңыздар, бірінші Иә. мүше бізде 1-ге тең, екінші мүше ше? 0,75. Алдындағы таңбасымен бірге аласыздар. Сонда Минус. минус 4-тен 3 болады. Минус 4-тен 3-ті бірге бөлсе өз шығады. Минус 3. Мынау бізде Q-дің мәні, мынау бізде V1-дің мәні. Орын апарып қоямыз енді. Сонда 1 бөлінген, 1 азайтылған, минус 4-тен 3 болады. Мына минус пен минус Плюс болады. плюс береді. Сонда 1 плюс 4-тен 3 болады. Мына 1-ге астына 1 бар, 4 4 болады, беремін. 4 ағай.
Сонда 4-те 4. Оған 4-те 3 қосса 7 бөлу 4-ті бермей ма? Түсінікті ма? Аха. Енді 1-ді Көбейткен кезде орындар ауыстырды ма? Аха, 1-ді 4-тен 7-ге бөлсе, бізде 7-ден 4 шығады сонда. Жетті ма? Жоқ. Кім қай жерге тұрып қалды? Ау? Ана 0,75 деп алса 4 болу керек еді. Қай жерде? Ағай плюс плюсті кете берем, ана шексізде. 3 бөлінген 4-іміз бар емес па? Я? Нені бермей ма? 0,75-ті. 0,75-ті береді, допустим, я, енді. Формуласы алсақ 0,120, плюс болып кетеді екен ана. Я, плюс болып кетеді. Жаңа кім біреу түсінбедім деді ғой, алтын айсыз ба? Или? Жоқ. Жаңа біреу айтып жатыр ма? Нұрай ғой, Нұрай. Нұрай? Болды ағай түсіндім. Түсінікті ма? Түсіндім ағай. Иә. Түсінбей қалған адамдар жоқ па? Екеуі ақ па? Все, хорошо онда. Сұрақ жоқ қой? Жоқ. Ағай ана 4-тен 3 0,175 деп алса бола ма? Ағай Бұл жерде қазір есептерді мынандай да көп баға проблема шы. бермейді. Егер 0,75 деп алсақ мысалға, я? Минус пен минус плюс береді, бірге 0,75 қосса 1,75 шықпай ма? Потом 1-ді 1,75-ке бөлсек қазір, менде калькуляторда бір не то сан шығып қалады, дұрыс па? Иә. Вот, желательно бұндай кезде бөлшекпен қалдырған дұрыс жауапты. Түсінікті ма? Все. Онда Ағай келесі. қалған есептеп группаға жібере саласыз ба? Хорошо, жіберем я. Қалай сонда? Қалған есеп деген. Дальше 10-11 есептер ма? Я өзім шығара берейін. Оны үйтіп жібере алмаймын. Слайдта ғой. Болмаса слайдтың өзін жіберейін кейін, хорошо? Жібере беріңіз. Так, кеттік, 10 Ағай есеп. ютубқа салса ол видео. Бұған білмеймін, қанша уақыт береміз бұған? 1 сағат Жарты беріңіз. сағат. Жарты сағат. Өш мен кете берейін, Кете беріңіз. Шай ішіп, ішіп кетеді, шай Біткенге ішіп, жайдан как сұрап. положено. Үйге қайтып. Кюда бұл керек 2 минут жеретін жат кішкене. Көйік. Ағай ана жақта Ай, бойышты күтім көпір алам. арқылы өрнектеп жазамыз ба? Аха, я, дәл солай. Істеңіздер. Ағай ютубқа салма. Мынаны азайтып қысқартып жіберіңдер ме боберлерді? Қысқармайды ғой. Сендер сияқты шығарасың, по идее. Арифметика прогрессивді қорғайды осынайсыздар. Бір нәрсе шығып жатыр ма? Жоқ. Шығып жатыр. Көріп жатыр. 2-ден 1 бола ма ағай? Қандай? 2-ден 1. Так, 2-ден 1 шықты. Кімде шықты? Мен ғой Ануар ағай. Рысқадыр ма? Жоқ, Абдулман. Абдулман. Рысқадыр Ануар бар ма? Болды ма? Сол Ануарда ғана 2-ден 1 шықты ма? Қазір уақыт 35 секундтай қалды. Арифметика прогрессивді. 3-тен 1 шықпай ма? Так, 3-тен 1 шықты ма? Ағай 4-тен 3. Ау? 4-тен 3 алды. Дауысыңыз естілмей жатыр, Нұрмұхамед. Қалай шығарып Шықпай дейді. 4-тен 3. Қазір 4-тен тексереміз. 3 дейді, ағай 4-тен 3 дейді. Жазым. Так, уақыт бітті. Ал, кеттік шығарайық. Ағай 2-ден 1-ге 1-2 ма ағай? Аха, оны жазып қазір тексеріп көрейік енді, кімнің жауап дұрыс екен. Так, бұл жерде каждый мүшені, анау арифметика прогрессия естеріңізде ғой?
иә кебет Вот. осыны есеп Барлығын бірінші мүшемен d арқылы өрнектейміз. Мына жақта да дәл солай, бірақ q мен өрнектейміз. Сонда v1 азайтылған, v4 деген v1 көбейту. Q-дің 3 дәрежесі. Вот, дәл солай жазамыз. дәрежесі Келесі v1-ді мына жақта астына сол күйі жазам. Қосылған v1 көбейту V1 q. Q. Аха, сосын v1 V1 қосылған Q2. көбейту q квадрат, иә? аха 87. Енді қараңыздар, мына үстіндегі өрнекте жақшаның сыртынан нені шығарам? бұны v1 сыртқа кетеді. Не қалады сонда? Сонда 1 минус көбейтілген Q-дің 3 дәрежесі 1 минус жоқ минус Q3. q3 қалмай ма? аха Астында дәл солай сыртқа не кетеді? v1 v1 кетеді. Не қалады сонда? 1 плюс Мен ана жерде көбейтіліп тұрды Q ғой. квадрат. Ау? Ана жер көбейтіліп тұр ғой. Қай жер Қалай минус көбейтіп болып тұр? кетті? жаңа v1 минус v1 деп тұр ғой сол жер ғой сол минус аламыз Қараңыз, екеуінде де v1 ортақ қой, дұрыс па? v1-ді жақшаның сыртына шығарсам, мына жақта v1 мен де толық сыртқа кетіп қалмай ма? Оның орнында всегда не қалушы еді? 1 қалады. 1 қалады. Жанел, түсінікті ма? Енді бір қап тұр осы анау көбейтудің көбейту көбейтіп тұрмай минус ма? Бірақ мына жақта минус тұр, қараңыз. екенің ортасында минус тұр v1 сыртқа кетеді, мына v1 екеуі. Мынаның орнында 1 қалады, ал мына жақта v1 кетіп қалғаннан кейін орнына не қалады? q3 қалады. Минус қалады. Жанел, жетті ма? Жеткен жоқ. Аха. ана v1 екеуінің ортасында Так, минус енді көрдің ба қазір былай істейміз. 1 минус q кубпен жақшада тұр ғой, 1 қосылған q қосылған q квадрат деген. Екеуінің арасында негізі бір байланыс бар. Қандай байланыс бар деп ойлайсыздар? Формулаға квадрат Иә, дәл Искрен солай. пағай. Ау? Лошнес. Қазір былай істейміз. 1 минус q кубты формуламен ашамыз. Сонда екі жақша жіктеледі. Біріншісі 1 минус q болады, екіншісі 1 плюс q болады 1 плюс q, потом плюс плюс Q квадрат. q квадрат болады. Q квадрат болады. И осы бізде 7 бөлінген 16-ға тең. Анамен қысқарып кетеді дәл ғой, сол, типа аха. бөліп жүрген кезде, иә. Геометриялық прогрессияда, мысалы жүйе берілсе, біз обычно не істейміз? Бір теңдеуді екінші теңдеуге бөліп жібереміз. Мысалы мына жақта қазір үстіңгі теңдеуді астына бөлсем, былайынан. Сол кезде v1 мен v1 не істейді мына жақта? Қысқарады. Қысқарады, потом мына жақшамен Ана екен бөлеміз. қысқарады. Сонда не қалды? 1 минус q тең 7-ге 1-ге тең болып жоқ. 2-ден 1-ге тең болып 16-тан 7-ні 8-ден 7-ге бөлеміз. Сонда 16-тан 7 2-ден бөлінген 2-ден 8-ден 7. 2-ден 1 Мына екеуі орындарын ауыстырады ғой. иә Сонда 8 астында 7. 7 мен 7 қысқарады, 8 мен 16 қысқарады. Сонда 2 қалады. 2-ден 1 2-ден 1 шығады. 2-ден 1 Сонда 1 минус q 2-ден 1-ге тең дейді. Q-дің өзі нешеге тең сонда? 2-ден Q 2-ден 1-ге тең. 0,15-ге ма? Аха, 1-ден 2-ден 1-ді азайтсақ, қайтып не шығады? 2-ден 1 шығады. Бұл бізде 0,5. Түсінікті ма? Сонымен 2-ден 1 дегендердің жауабы дұрыс болды. Кім айтты оны? мен айттым оны Ануар айтты. ағай бірақ менікі басқа жолмен шықты ғой Ну, хорошо. Ең басы шықса болды ғой. Просто мынау самый стандартный жолы ғой. Геометрия прогрессияның жүйесін шығарудың ше. Сұрақ болса қойып алыңыздар. Мен сұрағым не болды, сонымен бітті ме? Ой, Жанел, не сұрақ еді? минуспен көбейту тұрады Жоқ, ағай, ана көбейту, Q-дің көбейту емес па? Ол сыртқа шығып кете алмайды ғой, все равно. Хорошо, былай істеп Тура ана көрейікші X-тар бар онда. ғой. Мысалы, қараңыз, Жанел, басқа бір мысал айтшы. 2 минус 2x тең, білеймін, так. Минус 1 дей салайықшы, мысалға да. Осы жерде екеуіне ортақ 2 емес па, дұрыс па? И мына жақта 2 мен x-тің арасында көбейту бар. Осы жерде 2-ні мен сыртқа шығарсам, мынаның орнында не қалады бізде? 1 қалады. Ал мына жақта X қалады. x қалады. көбейту x. Ну, көбейту x емес, 2 сыртқа шығып кетті, сонда құр не қалады? x қалады. Тура осы затты қолданып отырып қой мына жақта. Жанел, түсінікті ма? Мейлі.
Басқа сұрақ бар ма? Жақсы, екеуіне ғой. Жай. Хорошо. Мынау бізде уже там солидный В В деңгейі деңгейі есебі ма? ғой. Так, онда келесі есепке көшейік. Бұл жерде то же самое. V1 және Q арқылы өрнектейсіздер. Q-ды табасыздар и дальше V1 табасыздар и қосындысын табу керек болады. 2 минут. 2 минут па болғанда? Я. Так. Стоп. Ағай, Q-дің 4 дәрежесі мен Q-дің квадратынан екеуі жақшаның ішіне кірген кезде қандай болады? Екеуі жақшаның ішіне кіргенде деген ол не сөз ол? Қалай, мен бұл бірді шығардым да, и Q-ларды қалай өрнексем? Бірінші теңдеуді екінші теңдеуге бөлдіңіз ба? Е? Тура жаңа алдыңғы есеп секілді. Бірінші теңдеуді екінші теңдеуге бөліп көріңіз. Қысқаратын заттың бәрін қысқартасыз. Хорошо. Ағай, 30 бола ма или минус 30 ба? 30 шықты ма? Бір жауапты айтсай. Ну, плюс-минус 30 ғой. Ал, кетті. Менде плюс 30 шықты, ағай, плюс 30 шықты. 30 шықты менде. 30 деп отыр. 30 шықты ағай. Көбісіне 30 шықты. Так, хорошо. Қазір тағы да 30 секунд бар. Көрейік. Алты мен 24 болды ғой. V2 6 шықты ма сонда? V2 6, V4 24 шықты ғой. Жақсы. Так, уақыт бітті. Басқа вариант жоқ қой? Кеттік онда. Бірінші не істедік? V1 мен Q арқылы өрнектеп алдық. Так, кеттік. V5 деген V1 көбейту Q-дің 4 4 дәрежесі. дәрежесі. Төрт V3 дәрежесі. деген V1 Q-дің Q-дің 2 дәрежесі. квадраты, иә? Квадраты. Так, астында Тең алты. V7 деген V1 Q 6 6, 6, и 6 минус Q4. V1, Q4. дальше не істедіңіздер? Олар сыртқа шыға жүр. Екеуіне де ортақ бөлімді шығарып жібердік қой, Аха. жақтан сырттан. Мына бірінші Иә. теңдеуде Мына сыртқа Мына не жақтан кетті? V1 Q2 шығады, V1 шығып кетті. И V1 Q-дің неше квадрат. дәрежесі сыртқа V1 шығады? Q2 шығады, Q-дің 2 дәрежесі. Ішінде не қалды? Q2 плюс 1 қалады. Q Дұрыс, квадрат Q2 плюс 1 қосылған қалады. плюс 1. Тең 60. Астында шы? Екіншісінде V1 Q4 Q4 шыға жүр. дәрежесі шығады. 24 Q Аха. квадрат минус 1 болады. Q Q квадрат квадрат минус 1. минус 1 тең Тең 144 дейміз. Потом үстіңгісін астыңғысына бөлдіңіздер ма? Иә. Иә. Так, хорошо. Мына екеуін бөлсек қазір V1 мен V1 қысқарады, иә? Иә. Q квадрат Мынада бір мынаның бүтін, 4 мен қысқарады, онда екі мынадан не қалады? Q Q квадрат. 2 қалады. Q минус Сонда 2 үстінде Q квадрат плюс 1, астында бөлінген Q Q квадрат. квадрат жақшасында Q квадрат минус 1 болады. аха. И 60 бөлу 144 болады, иә? Иә. Аха. Потом анау не бар ғой, 12 гантель жеңбе. тәсілі шы? Или бабочка дей ма? Сол арқылы көйіп жіберсе болады ғой? Гантель. Сол гантель. Сонда 144 бірден көбейте берейін ба? Түсінесіз тұр ғой? Иә. 144 Q квадрат қосылған 144 144. тең. Так, мына жақты ашып алайықшы. Q квадраты жақшаның ішіне кіріп жіберсем Q4 минус Минус 1. Q квадрат болмай ма? Иә. Иә. Дұрыс па? Әрқайсысын жеке-жеке көбейтсем. Иә. Сонда 60 Q4 минус 60 Q квадрат болады. Енді былай істейміз, мына екі мүшені
мен 10-ға қарай өткіземін. Сол кезде таңбалар міндетті түрде ауыстырады. Сонда 60 Минус q 4 минус минус 4 60 q квадрат минус 144 минус 144 квадрат q минус 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 144. 144. Так, сонда 60 q4 60 пен 144 не береді? Минус 84 па? Минус 84. 204 емес па? 2 минус плюс 4 деген. Иә. Минус 144 тең 0. Мынау бізде неге келіп тұр? Ұқсас бір есеп қой. Десиментқа. Иә. Q'ды ағылмаңыз. Q'ды түрлендіріп аламыз. Осы жерде q квадратты мен a деп алсам болады, А деп алып алдым. Иә. Айнымалы береді. сонда 60 квадрат 60 a квадрат. Минус 204 204 а Аха. минус 44. Тең 0. Дискриминант неше шықты осы жерде? Так, минус 204-тің квадраты азайтылған 4, 60, 23 шықты. 144. Неше? 23. 23. Үлкен сан шығу керек емес па? 84 емес па? Қазір көрейін есептеп. 204-ті квадраттадық. 41216 4 60 көбейтілген 144. 76176 шықты ма? Жігіттер, қыздар, мына минус пен минус плюс береді десе че? 84-тің квадраты шықты ағай. Менде 276-ның квадраты шығып отыр. Иә, 276 квадрат. Иә. Так, сонда мына жерде бізде 276-ның квадраты шығады. Барлығында сонда шыққан шығар, иә? Иә. Иә. Хорошо, енді 276 аның мәндерін табамыз. Минус 204 мына жаққа плюс болып келеді. Плюс минус Плюс минус 276 бөлінген бөлінген 120. 120. Так, екеуін қосып 120-ға бөлеміз, неше болды? 4 шығады. 4 шығады. Хорошо, ал азайтып бөлсекші? 24. Минус Минус 0,6. 26. Минус 0,6 шықты ма? Иә. Енді осы екі мәнді q мен теңестіреміз ғапар. Аха. Сонда q квадрат, так, мына жағынан бүйтіп бөліп қойсақ, q квадрат бізде 4-ке тең, q квадрат тең минус 0,6. Қайсын қарастырмаймыз? Минус 4. Минус 0,6-ны. Аха, мынаны мүлдем қарастырмаймын, себебі квадрат дәрежелі өрнек менде теріс санды бере алмайды, дұрыс па? Аха. Енді мына жерде q-дің мәндері қандай болады? 2. Плюс минус 2. Плюс минус 2 болады, иә? Так. Хорошо, q-ды таптық. Енді бізге енді нені табу керек? А2 мен А4. В4. V2 мен V4 табу үшін маған әлде не керек? Қалай білесіздер? V1. V1 керек қой? В3 керек, В5 керек. V3 Иә. керек, V5 керек. Ну, мына жерден біз, по сути, V1-ді V1 табамыз. Формула бойынша V1. Енді қараңыздар, менде q-да 2 мән шықты ғой, плюс 2 мен минус 2, иә? Иә. Қайсын алам деген сұрақ туындайды. Есептің шартына басына не деп айтты? Оның геометриялық 10 мәні бар. Аха, Екінің демек мен қай мәнді аламын? Екіні. плюс мәнді. Плюс 2-ні. q тең 2 деген мәнді аламыз. И апарып мынаны ең бастық мына жақта түрлендірген өрнегіміз бар ғой мынау. Осы жерге апарып қоя саламыз. Сонда Бұның 4 дәрежесі 2-ның 4 дәрежесі неше болды? 84. Ей, Ей, 16 емес 16. па? 16. Позорно, ютубқа барады ғой мынау, Так, келесі V1 көбейту 2-ның квадраты неше? 4. Өзім айта салайын тез, қате айтып болсаңыздар, 4 шығады. Так, сонда 16 V1-ге 4 V1-ді қосса, 20 V1. аха, оны бөлсек. Все, 3, то есть бірінші мүше бізде 3-ке тең, мынаны таптық. И Q бар бізде. Енді V2 мен V4-ті без проблем тапса болады ғой? Иә. Так, кеттік. V2 деген бізде V1 көбейту Q. Сонда 3-ті көбейтеміз 2-ке. Жауап 6. 6. И V4. V1 көбейту Q-дің 3 дәрежесі. 3 дәрежесі. Сонда 3 көбейтілген 2-ның 3 көбейту неше 3 болады? дәрежесі. 24. 24. 3 көбейту 8.
Сонда 2-ін 8 үшке қоссақ, өтер. жауабы 30. 30. все, таптық. Жауабы 30. Мен 2 мандетте алғам ғой, плюс минусты да. Просто шартын мұқият оқу керек. Жаңа ең басын айтып едім ғой. Кейде тізбекте оң или теріс деп айтады деп ше. Так, бұл есепке қандай деңгей бересіздер өздеріңіз? Бұл примерно. Бұл ғой. В ма Бұның кішкене төбе жағы ғой. Мына есепке мен, наверное, С-ға жетіп тұр ғой негіз. Сол В-ның жоғарғы жақтары ғой. В плюс ғой. В плюс Иә, сондай. Мейлі енді әркімде әрқалай болып отыр бұл жақта. Жалпы сұрақ бар ма есеп бойынша? Жоқ. Жалпы есеп негізі қиын емес, сәл ұзақ демесе. Иә, Иә. ұзақ ақырды. Хорошо онда. Айбек айтқандай уақыт жейтін есеп қой. Иә, иә. Ал кеттік онда, келесі есепке өтейік. Төртінші, алтыншы мүшесіне қатынас 8 және 5 мүшенің қосындысы 216-ға тең. 2 минут жететін шығар, ә? Ағай 12 ма? 12 шықты ма? Менде 12 шықты. Так, қызық. 12 шықты менде. Тағы кімде 12 шықты? Менде. Менде деген кім ол? Менде 12 тағы 12. Хорошо. Так, кішкене уақыт берейік. Әлі 20 секундтай уақыт бар. 12 есеп 12 шықты көріш. Ағай, короче, мына жақта бар емес, бағанағыдай болып қалды ғой, типа Q2 либо минус 2 кетен да. Егер минус 2 болса 15-те 43-та, енді чуть-чуть андай. Разбросын сан болғанда Не 12 то сан шығып қалды ма? Иә, не то сан шығып қалды сол. Значит, оң мәнді алу керек қой? Иә. Хорошо, ал кеттік басайық, уақыт бітті. Сонымен бізде вариантта тек 12 шықты. Тексеріп көрейік, не дейді? Геометрия прогрессияның 4-ші мүшесінің 6-ші мүшесіне қатынасы. То есть V4 бөлінген V6 тең 0,25. 0,25-ті мен 4-тен 1 деп алсам болады ғой? Иә. Так, келесі екінші және 5-ші мүшелерін қосынсы. То есть V2 қосу V5 тең 216 дейді. Осы прогрессияның бірінші мүшесін тапсын дейді. V1 белгісіз. Енді бірінші мұнан түрлендір олай. Бабочка тәсілмен көйіп жерсін болады, или гантель? Иә. Сонда 4v4 тең V6 болады. Енді осы жерден қараңыздар. V4-ті V1 және Q арқылы түрлендірсем, сонда V1 көбейтілген Q-дің 3 дәрежесі. болады. А V6 деген V1 көбейту Q-дің 5 дәрежесі. 5 дәрежесі. болады. Екі жақта V1-ді қысқартып жіберсе болады ғой? Иә. Аха. V1 қысқарады. Q3 пен Q5-ті тоже қысқартса болады. Мынада неше қалады сонда? 2 қалады квадрат. 2. Мынада 2 қалады. Сонда менде Q квадрат тең 4-ке дейді. Q-да 2 мән шығады. Плюс минус 2. Минус 2. Біз қай мәнді аламыз? Плюс 10 2-ні 10 санды. 10 мәнді аламыз. Хорошо, Q тең 2-ні алдық. Енді кеттік мына жаққа барамыз.
v2-ні тоже түрлендіреміз. Сонда v1 көбейту q v1 көбейтілген q и v1 Плюс көбейту v1 көбейту q-дің 4 q-дің дәрежесі. 4 дәрежесі. аха. Бізде q-дің мәні бар ғой, орнына апарып қоя саламыз. Сонда v1 көбейту 2, 2 2. v1 көбейту қосылған v1 көбейтілген 2-ның 4 дәрежесі. 2-ның 4 дәрежесі. Сонда 2 v1-ге қосамын, 2-ның 4 дәрежесі 16 ғой бізде. 16, иә. Аха, 16 Екеуін қоссақ 18 v1 шығады. v1 216-ны 18-ге бөлсек неше шықты? v1 тең 12. v1 тең 12. 12 шықты. Бізге как раз бірінші мүшені табу керек екен. Қазір мынандай сұрақ туындайды да, неге минус 2-ні алмадық депші? Допустим, минус 2-ні алдым мысалға, минус 2-ні алдым. Мына есептің жауабы 12 болды. Минус 2-ні қазір мына жаққа q-дің орнына апарып қойсам. Минус 2 v1, минус 2-ның 4 дәрежесі неше? минус 16. Минус емес. 16. 16 Плюс 16. Плюс 16 v1 тең 216. Минус 2 мен плюс 16 14 v1-ді береді. И 216-ны 14-ке бөлсе, не то сан шыға ма? Көріңіздерші? Иә. 15 100,43 шықты ой. Аха. 43 болады. Енді қараңыздар, бізде бұл есепте обычно бүтін сандар шығу керек, дұрыс па? Иә. Ал v1 мына Ең жағдайда. ықтимал деп айтады ғой. Аха. Анау жуықтап алған жағдай ғой. Иә, бұл жер иррационал сан шығып кетті. Демек біз бұл жауапты алмаймыз. Түсінікті ма? Иә. Так. А мына есепке қандай деңгей бересіздер? Ондай болды, ай. Чет-четсіға кеп тұр ғой. Бұл уже деңгей алдыңғы ол. есептен оңайырақ, е? Иә. v деңгей ғой, мына точно Бұл v v деңгей деңгей, ғой. Хорошо, онда келесі Ана есепке өтке өтейік. қараны қида болатын қылмаған. Алғаша 5 мүшесінің қосындысы дейді. 2 минут жетеді. Көріңіздер. Ағай, минус 4 бар. Минус 4. Еселік емес болды. Екеуін бөлеміз ба, или азайтамыз ба? Обычно, мынау жүйеге кеп тұр, значит, бөлесіз тұр ғой, е? Шықпай қалдым. Менде 61 шықты. Так, 61 шықты. 61 ағай. Так, тағы да бір адамда 60 шықты. Басқа? 2-ден 1 шықты. 2-ден 1? Иә. Так, 61 шықты ағай, 61. 61 шықты. мәселен, біраз адамда 61 шықты. Ағай, 61 шығып кетті. Шығып кетті ма? Шығып кетті. Ағай, минус 4 пен 8 қалды да, екеуін бөле салдым, 2-ден 1 шықты. Так. Сосын? 5 мүшенің қосындысын тап дейді ғой. Ұмытып кеттім, оны істеді. Қосындысын табу керек. Так, 20 секундта қалды. бір минус 3 плюс 9. Так, кеттік ал, бастайық, уақыт бітті. Не істедік? Бірінші жүйе құрып алдық қой, е? Иә. Так, кеттік ал, жүйені құрдық. V2 минус V1 сразу түрлендіріп жазайық. V2 деген бізде V1 v1 Көбейтілген көбейту Q. минус Минус V1. V1. v1 Аха. V3 деген, v3 көбейтілген v2 иә. И минус V1 Минус тең 8 дейміз. Енді осы жерден тура жаңа процесс қайталаймыз ғой. v1 сыртқа шығарып жібереміз. Так, не қалады? Q q минус 1. минус 1 Жақсы. Астында q шы? минус 4-ке. v1 шығарып жібереміз. q квадрат минус 1. Жақсы. Енді үстін астыға не істейміз? Бөліп жібереміз. Бөлеміз. Так, V1 мен V1 қысқарады.
иә Сонда менде не қалды? Q минус 1 бөлінген Q квадрат минус 1. q квадрат Квадрат минус 1. Мына жақта 4-ті 8-ге Бабушкаға бөлсе минус неше шығады? минус 2 Минус 2-ден 1 шықпай ма? Анау астта қысқаша көбейту емес па? Вот, жақсы, Бабушка жақсы. болмайды ғой, ну, иә. Q квадрат минус 1 деген қысқаша көбейту формуласы емес па? Иә. Q Сонда минус 1, үстінде Q Q плюс минус 1. 1, астында екі жақша пайда болады. Q минус 1 мен, Q минус 1 қосылған Q плюс 1. вот. И минус 2-ден білдім. екеуі қысқарады Мына екеуі қысқарады. q плюс 1 тең минус 2-ден 1 Иә, сонда 1 бөлінген Q плюс 1 тең болады минус 2-ден 1-ге. Даже Екіге. Гандель тәсілі бар ғой. Аха. Соны қолданып жүрсек. Иә. Сонда 2 Q плюс 1 тең болады минус 2-ге. Иә? Q плюс 1 Аха. тең минус 2 болады ғой. Сонда Q-дің мәні нешеге тең? Минус 3. минус 2 Минус 3-ге тең. Так, не тапсын еді бұл жақта? 5 мүшесінің қосындысы. қосындысын тап. S 5-ті табу керек қой сонда. Аха, Иә. формула тап жүрміз. S5 тең, кеттік формула. B1 b1 жақсы 1 минус QN qn минус. минус 1 Q-дің неше астында дәрежесі бір боламыз минус мына жақта? n дәрежесі Астында 5. 5 дәрежесі. Сразу 5-ті ала берейік. Астында 1 минус Q, иә? Иә. Так, Бес. бізде қараңыздар енді, бізде Q бар, бізде V1 жоқ екен ғой. иә b1 табу керек V1 табу керек. V1-ді мына жаққа алып келіп V1 қоя салмаймыз. бір болады Мына ғой. жерге. иә өрнектей саламыз Q-дің орнына мына жақта минус 3-ті қойсақ. V1 1 болады ғой. V1 Екі. Нөлге көбейту тең ба? минус 3 минус 1. Дұрыс па? бірге тең Минус 4-те минус 4 минус 4 бөлсек 1-ді бермей ма? бір Иә. болады ғой Минус 4 пен минус 4 қысқарады да, сонда V1 тең 1 болады. 1 болады. Все, V1 мен Q бар. Кеттік, дальше қайтып ораламыз. V1-ның орнына 1-ді қоям. 1 минус 1 минус Ой, A1 короче. минус 3-тің 5 дәрежесі емес па? Аха. Астында 1 минус минус 3. Мына жақта минус минус 3 не береді? Плюс Плюс береді, сонда асты неге тең? 4-ке. 4. 4 Мына жақта 3-ке минус 3-тің 5 дәрежесі маған оң сан бере ма, теріс сан бере ма? теріс Теріс сан сан береді. теріс сан Неше шығады сол кезде? минус 243 минус 243. минус 243. Сонда 1 244 көбейтілген 1 плюс Сөйтіп болады. 244 болады. иә плюс 243 Сонда 244-ті 4-ке бөлсек, жауабы не шығады? 61. 61. Сонда жауабы 61 болады. Қалай екен есеп? Болады. Вот. Қиын В емес деген па? есебі ғой. Нормально. Қатты қиын емес енді. Ой, Болатын логикаға салсаң шығады ғой. Жақсы, жақсы. Түсініңіздер ма? Логикаға саласыздар. Сұрақ жоқ қой? жоқ Хорошо, онда кеттік, келесі есеп. Мына вот қызық есеп, мынаны ойлаңыздар. 2 минут. ағай sn дәрежесін саламыз ба ой формуласына Иә, қайсың мына, өшір. 1984 65 шықты ағай, 65. Қанша? 1984. 1984. Тағы не шықты? 65 шықты. 65 шықты 65 шықты. 65. Так, 65 шықты, 65. болды ма? Иә. 35 шығып кетті 65 болмай қалды. Қалай шығардыңыздар?
короче SN s on бар екіні ғой. бар емес пе иә Сонда тендерінде мен не формуласына салдық. 2012 мына дәрежесі есепті айтып жалпы тұрғанда, шығарудыңшы екі жолы бар деп атайын ба қалай кеттік формуламен шығарайық бірінші. Так, бірінші ана үстімен жұмыс істейік. Бізде не берілген? 1 қосылған 2 қосу 2-нің квадраты қосу қосу Қаша 2-нің көбейту 11 болып дәрежесі. кетті ғой жағы. Енді мынандай сұрақта мына тізбекте неше мүше берілген бізде? 13. 4. Мынау бізде бірінші мүше, иә? Иә. Мынау 2. Мынау 3. 3. Енді қараңыздар. Мына жақта 2-ның дәрежесі неше мына жерде? 1. 1. То есть екінші мүше болған кезде дәрежесі неше болады? 1-ге. 1 болады. Ал үшінші мүше болған кезде дәрежесі 2. 2. То есть осында логикаға сүйенсек, егер мына жақта дәрежесі 11 болса, бұл 12, нешінші 12 мүше? 12. 12. 12-ші мүше. Енді қараңыздар. То есть бұл жерде мен 12 мүшені қосып отырмын ғой бір-біріне, дұрыс па? Иә. То есть маған табу керек S12-ні. Енді осы жерде S12-ның формуласы саламыз. V1 көбейту 1 минус Q-дің 1 минус Q-ның n дәрежесі 12 дәрежесі деп ала берейік, Иә. 1 минус Q дейміз. Бірінші мүшесі нешеге тең? 1-ге. 1-ге тең. Ал еселігі ше? Еселігі 2-ге тең. Еселігін қалай таптық мына жақта? Ана B2-ні B1-де бөлесіз ғой. Иә, екінші мүшені бірінші мүшеге бөлеміз. Сонда 2-ні бөлеміз 1-ге. Жауабы 1-ге 2. 2. 2. Сонда 2-нің 12 дәрежесі болады мына жақта. Астында 1 минус 2 болады. 2-нің 12 дәрежесі нешеге тең? 4046. Ой, 4096. 4096. Одан 1-ден 4096 азайтса? Минус 4098. Қалай? 95. 95. Бәсе. 1-ден 2-ні азайтса минус 1, иә? Иә. Минус пен минус плюсті береді. Сонда 4095 шығып отыр үстінде. 4095. Дәл осындай логикамен енді. Астын сесек, 1 қосылған, ойбанан сөз өтіп кетті. Мейлі. 6 болады. 2-нің 5 дәрежесі. Мынау бізде. S6. S6. Аха, тура сондай логикамен істесек, бізде қазір 1 минут. Яқта 6 мүше бар бізде. Сонда S6 тең 1 көбейтілген 1 минус Q-дің 6 дәрежесі Q-дің бөлінген 6 1 минус Q болады. Бір Орын минус апарып Q. қоямыз. 1 Так, 1 көбейту минус 1 минус 2-ның 6 дәрежесі. 64. 64. 1 2-ның 6 минус дәрежесі 6. нешеге тең? 64. 64. 1-ден 64 таса минус Минус 60. Минус 63. астында минус 1. Сонда Минус 1. 63 шығады. енді 4095-ті 63-ке бөлсе неше болады? 65. 65 шығады. Сонда жауабы 65. Сонда 1984 деген вообще айдалаға кетіп қалды. Сұрақ бар ма есеп бойынша? есеп бойынша сұрақ жоқ та анау 1884 дегенге сұрақ бітірді сәл. Қараңыздар, мына жақта 3 нүктені көрген кезде көбісі ойлап қалады шексіз кеммел ма деп. Бірақ шексіз кеммел емес бұл. Себебі мына жақта шектеп отыр ғой немен? 2-нің 11 дәрежесімен, дұрыс па? Иә. Бұл шексіз емес, асты да шексіз емес онда. Түсінікті ғой, Иә, арқылы. Так, кеттік ал. Соңғы есеп қалды. Ау. Менде сұрақ бар еді. Аха. Шексіз кеммелі дегенде минус таңба болу керек еді ғой негізі, иә? Минус таңба. Типа шексіз кемлемелі дегенде постоянно кішірейіп отыр деген сөз ғой. Кішкене болса да. Жанар, ол жерде былай. Кішірейіп барады деген сөз ғой. Либо минус болуы мүмкін, либо плюс болуы мүмкін. Ол маңызды емес. Ең бастысы мүшелеріне қарайсыз. Мүшелері егер де азайып жатса каждый раз, онда ол кеммелі болады. Түсінікті ма? Мейлі. Иә. Так, кеттік онда. Соңғы есеп. Осын шарсаңыздар, өшім. Молодец болсыздар. 3 минуттар онда. 3 минут. Ладно, маған 3 минут беріп көрейін ал. Ладно, хорошо. Кеттік, бастаймыз.
14 бола ма? То есть қалай 14 бола ма, қалай ағай? сөз? Чат GPT. Бәсі сондай бір нәрсе ғой. 16 шығып кетті ағай. Обижайте, ағай. Ерасылды өзі шығарып. Қандай шықты? 16, потом қандай вариант бар тағы? 16 емес ағай, 14 менікі. Бәрі, болды. Менікі 16. Дауысыңыз бұзылып кетті біздің. Қобалжымаңыз. Қалай тез шығарса күтсеңіз кішкене. Басқаларға мүмкіндік берейік. Так, ну. 14 деген ағай. 14. Қазір көрейік. Әлі уақыттарыңыз бар. Формула бар емес пе ағай, мен сонымен шығардым, типа bn тең b1 көбейтілген r n дәрежесі азайтылған 1 деген. Википедиядан тауып. Википедиядан? Молодец. Негізінде Википедиядан іздесең, любой есептің формуласын береді, любой жолына. Ну, иә. Өте қызық есеп екен негізі. Досик, сіз ол формуланы бәрі жаттай алмайсыз ғой? 24 мүшесінің қосындысы қанша шықты? Ну, дәптердің шетіне қарай жазып қойып тұрмын ғой, каждый раз көрген сайын. Хорошо. Досик, 24 мүшесінің қосындысы қанша шықты сенде? 24 мүшесінің қосындысы. 24 S12-ні бөлесің ғой. Қанша болды, айтсаңыздаршы? Ана қиын екен. Қиын ба екен? Надо екінен жауып табу керек па ағай? 24 пен қосындысы. Ағай, шайып кетті есебім. Шайып кетті. Сол шайып жатыр есеп. Қазір көрсетсем, есеп қиын емес негізі. Ағай, астын бөлек, үстін бөлек есепсіз. Буып кетті ағай есебім. Все. Уақыт бітті, кеттік ал, бірге шығарайық. Бізде екі вариант бар екен, 16 мен 14 дейді. Көрейік ал. Так, бірінші наларды не істейміз? Түрлендіреміз, иә? V1 көбейтілген Q-дің 17 Q-дің дәрежесі. 17 дәрежесі. Q-дің 17 дәрежесі қосылған V1 Қосылған көбейту V1. Q-дің 18 дәрежесі. 16. асты. V1 көбейтілген V1 көбейту Q-дің 6 Q-дің дәрежесі. 6 дәрежесі. Тең 13 дейміз. Тең 13. Ортақ мүшені жақшаны сыртына шығарамыз, иә? V1 Q-дің неше дәрежесі сыртқа шығады? 17 дәрежесі. 17 сыртқа кетеді. Нада не қалады сонда? 1 плюс Q-дің 1 дәрежесі. Вот, жақсы. Аха. Енді астында не кетеді сыртқа? Астында V1 Q-дің Q-дің 5 дәрежесі. 1 плюс 1 Q қосылған Q. Так. Енді екеуін бөлсем, мына қысқарады ғой? Иә. V1 қысқарады. Выборларда кетіп қалады. Q5 17 қысқарады. 17-ның орнына не қалады? Сосын Q-дің 12-ші дәрежесі. 12. Осы жерге жеттіңіздер ма? Мен жеттім осы жерге. Дальше не істеу керек екенін түсінбей қалдыңыздар ма? Мен сондай болды. Хорошо. Мысалға қараңыздар, егер мынандай есеп маған келсе, мен осы жерге келіп қалсам, мен де түсінбей қалар едім. Поэтому мен мынаны қазір сол күйінше қалдырып қоямын. Менде не тапсын деп еді жалпы? 24 мүшесінің қосындысын, то есть S24-тің неге қатынасын тапсын деген? 12 мүшесі. S12-ке қатынасын тапсын деген ғой? Так, былай істейміз. S24-ті формуламен ашсақ, V1 көбейту V1 1 минус Q неше дәрежесі? 24 дәрежесі. И бөлінген 1 минус Q болады, Иә. астында S12 дәл солай, бірақ 12 мен жазамыз. V1 Q12 бөлу 1 минус Q. Қараңыздар, менікі байсым еді. Мына бөлшекті, үстіндегі мына бөлшекті аламда, астындағы бөлшекке бөлем. Сол кезде не орын алады қа бізде? 2 шығады бір бәледен. Жоқ, 23 бөлінген 1. Мына астындағы бөлшек орнын ауыстырмай ма, дұрыс па? Иә. Сонда V1 1 минус Q-дің 24 дәрежесі 1 минус Q көбейту дейміз. Көбейту десек, мына екеуі орындарын міндетті түрде ауыстырады. Q минус 1 V1 1 минус Q12. Мына үстіндегі 1 минус Q-ларды қысқартамыз ғой?
Я бұл бір v1 тоже не істейді. қысқарады. Сонда Ана 1 жаққа. минус Q-дің 24 дәрежесі бөлінген 1 минус Q-дің 12 12 дәрежесі. Бізде Ағай, Q-дің Q 12 дәрежесі деген 12 мәні белгілі емес пе? иә Сонда Q 1 минус екі неше қалады. болады? 13 1 минус 26 болады сонда. Қазір, Жоқ, бір жоқ, минут. 13 квадраты. Бізде Q12 13-ке тең, демек мына 13-ті аламын да мен ненің орнына барып қоямын. Ой, бұл авария болдым. Q12 орнына Q-дің орнына қойып. Значит, 26 бола ма? Ал Q24 деген не еді бізде? Q Q12-ның 12 квадраты емес па? квадраты. То есть ол деген 13-тің квадраты ғой, дұрыс па? Иә. Сонда бір азайтылған 13-тің квадраты болады. 260. Ой, 169. 169. 169. Бірден Минус 169 астында бірден 13 168 азайтамыз. Анау минус 12 болады. Үстінде минус 168 шығады, астында минус Асты минус 12. 12. қанша болады бөлсе? 14 14 болады. Демек жауабы 14 14. То есть түсіндіңіздер ме, бұл есепте әрқайсысын жеке табудың қажеті жоқ. Просто бөліп жіберу керек еді ше бұл жерде. Оны қалайша есеп шығарып жатқан кезде түсінуге болады. Қараңыздар, Q-дің 12 дәрежесі 13-ке тең дегенде сіздерде. Енді, по сути, мынау логикаға салсаңыздар, ненормально дұрыс па? А значит, простарда сіздерде нені сұрап отыр, соған мән бересіздер. Екеуін бөліп көресіздер. Сол кезде бүйтіп кішкене фантазия қоссаңыздар шығып кетеді негізі. Мен Аха, мен қазір 10 адам бірдей сөйлеп отыр, бәрін түсініп отырмын, айта беріңіздер. Бағана 24 дегенге бар ғой, не істеп тастаған ғой, 2 көйіп тастаған ғой. Бәсе, не үшін шығарып тізім. Так, сонымен түсінікті ма ана есеп? Иә. Мына, вот есеп, например, с деңгей болып саналады, по идее. Иә. Потому что реально ойлану керек. плюс сияқты оны. Бірақ былай шығарғаннан кейін есепке мұқият қараса қиын емес, Иә. Все. Сонымен бүгінге бітті сабақ. Кстати, ана жерде бар емес пе, Q типа 24 дәрежесі сіздеп тұрды ғой да. Примерно ойда бар емес, мен соны Q-дің 24 дәрежесі болса, онда жақшаның сыртына типа ішіне 12 дәрежесін қалдырып, жақшаның сыртына 2 дәрежесін шығаруға болады емес пе дегендей қылдым ғой. Сөйтіп 13-тің квадраты деп алып салдым ғой соны. Болады ойда. Менікі сөйтіп шықты, короче. Сонымен бүгінгі тақырып түсінікті ма, қыздар, жігіттер? Иә. Бұл бізде, в общем, геометрия прогрессияға кіріспе сабақ болды ғой. Кіріспе деген кезде бірақ прям нормальный есептерді талдадық сіздермен. Енді үй жұмысын сіздерге группаға жіберем. Сол жақта шығарасыздар, дальше көресіздер. Хорошо? Қаншаға дейін ағай? Ау? Ағай, ертеңде сабақ бола ма? Ертеңге, так, ертең дейсіздер ма? Выходной ма или? Жоқ, ертең болады, я. Ертең тағы да геометрия прогрессияны бір өтеміз сіздермен. Сосын сабақ сіздерге четверг емес па, я? Иә. Четверг уже асықпай геометрияны бастаймыз. Геометрияны өтеміз. Геометрия жай. Линейка, В общем, среда күні сіздермен бүкіл прогрессияны аяқтаймыз ғой сонда, түсінікті ма? Ағай, зачет болмай ма? Зачет көреміз енді ол жағын жа, көреміз. Бітті ғой. Алғашқы 3 ай ме дейді, 2 ай ме дағы? Не ол? Зачет. Қазір 1 минут.